Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Үшінші тарау. Сенім. Сенім барша адам баласына қажет, еш дәлелді талап етпейтін қуатты күш. Сенімсіз өмір сүре алмаймыз. Сенім жайлы көбіне адамдар дін тұрғысынан айтады. Бірақ өмірде сенім кез келген жағдайда да аса қажет. Діндармын, Құдайға сенемін. Өз көзіммен көрмесем де, оған қолымды тигізе алмасам да, оның барына жан-тәніммен сенемін және болашағымды Құдайға тапсырамын. Болашақта мені не күтіп тұрғанын білмеймін. Алайда Құдайға сенгендіктен ертеңімді сол анықтайтынын білемін. Бұл сенімнің тек бір түрі. Мен көп нәрсеге сенемін. Ғайып дүниенің барына да, оттегінің барына және біздің өміріміз үшін аса қажет екеніне кәміл сенемін. Көре алмаймын, ұстап сезіне алмаймын. Алайда оның бары анық, себебі мен бармын. Тірі болсам демек тыныс алып тұрмын, яғни оттегі де бар. Дұрыс па? Тура сол сияқты сенім де ауадай қажет. Неге? Бар мәселе біздің қиындыққа ұшырауымыз мүмкін екенінде. Кейде өмірімізде жол тауып шыға алмайтын жағдайлар кезігеді. Міне сол кезде бізге сенім керек. Жақында Кетти есімді әйелден хат алдым. Бір аяғының башпайлары жоқ, солай туылған екен, бала күнінде емделіпті. Денсаулығына байланысты жұмыстан шығып қалған. 20 шақты операция жасатқан. Жасы 30-да. Тұрмысқа шыққан. Осы жағдай неге өз басыма түскені қатты ойландырып маза бермейтінін айтыпты. Менің айтарымды тыңдап, жазбаларымды оқып, Кетти бұл сұраққа жауап бере алмайтынымызды және жай ғана Құдайға сену керектігін түсінгенін айтты. Құдай өз құдіретін уақыт өте көрсетеді. Оған дейін тек сену керек. Сізге шын жүректен ризамын. Енді сіз секілді Құдайдың сүйікті құлы екеніме сенемін. Күндердің бір күнінде сізбен жеке кездесіп, құшақтасып, менің жолымды ашып бергеніңіз үшін алғыс айтамын деп жазыпты. Кетти өзі көре алмайтын және түсіне алмайтын ғажайыпқа сенген сәттен бастап бойына ерекше күш бітіп, үміт отын жақты. Сенім деген күш. Шешімін таба алмайтындай көрінетін мәселелерге душар боласыз. Оның шешімін іздеу барысында сенімге үміт артуға тура келеді. Жауабы табылады және қиын күндер де артта қалады. Менің сіздерге сенім жайында айтып отырғанымның себебі жақсы күн келетініне толықтай сенген жөн. Нақты дәлелдей алмасам да нық сеніммен айта аламын. Сеніммен өмір сүрсем, басқаларға қарағанда ақиқатқа әлдеқайда жақын боламын. Жыл сайын мыңдаған оқушылардың алдында сөз сөйлеймін. Әр кез өзің көзбен көре алмайтын нәрсеге де сену қажеттігі жайында айтамын. Кейде балақайлар менен қорқып жатады. Неге екенін білмеймін, бойым олармен бірдей ғой негізі. Сол кезде оларға өз жасыма сай еместігімді, тым кішкентай екенімді айтамын. Олар маған үйренгенше әзілдеп біраз күлдіріп аламын. Тұрпатым оларды қорқытпайтындай болғанда көп балаларға кішкентай аяғымның ұнап тұрғанын байқаймын. Олар аяғыма қадалып қарап әңгіме қылып тұрады. Сол сәтте бірден өзімнің тауықтың табанындай аяғым жайында әзілдей бастаймын. Бұл теңде оларды одан сайын күлдіреді. Қарындасым Мишель менен 6 жас кіші. Кішкене аяғымның тауық табанына ұқсайтынын ең алғаш сол байқаған еді. Отбасымызбен жиі саяхаттайтынбыз. Сол сәтте мені, Мишельді және Ааронды көліктің артына отырғызып қоятын. Көптеген еркектер секілді әкем жолда тоқтағанды ұнатпайтын.
Қарнымыз ашқанда анам немесе әкеме білдіру үшін жыбырлай бастайтынбыз. Үлкендер сонда да назар аудармаса әдейі қылжақ бастанып бір-бірімізді жеп қоятындай түр танытатынбыз. Сондай саяхаттың бірінде Мишель әзілдеп, кішкентай аяғымды жегісі келіп тұрғанын, себебі оның тауықтың табанына ұқсайтынын айтты. Оның сөзіне сол кезде күлді, кейін естен шығып кеткен болатын. Бірақ бірнеше жылдан кейін Мишель үйге күшік алып келді. Мен отырсам, ол кішкентай аяғымды тістегісі келетін. Оны қуып жіберсем де қайта-қайта келе беретін. Көрдің бе, Мишель, сенің аяғыңның тауықтың табанына ұқсайтынын тіпті күшік те біледі. Бұл әзіл маған ұнады. Сол кезден бастап мектеп оқушыларына осы әзілді айтып беремін. Менде біреу ғана ма деп сұраймын. Бұл сұрақ әдетте оларды қатты шатастырады. Сол кезден бастап мектеп оқушыларына осы әзілді айтып беремін. Оларға кішкентай аяғымды көрсетіп, менде біреу ғана ма деп сұраймын. Бұл сұрақ әдетте оларды қатты шатастырады. Олар тек біреуін көріп тұр, негізінде екеу болу керек қой. Балалардың көбі көзі көргенге сеніп біреу дейді. Сонда мен оларға оң жағымдағы одан да кішкентай аяғымды көрсетемін. Ол әдетте көзге көріне бермейді. Кейде оны қимылдатып оқушыларды біраз шошытып аламын. Олар қаша бастайды. Балалардың табиғаты өте қызық. Көзбен көрмесе сенбейді. Одан соң дәл сіздерді сендірген секілді оларды да шексіз мүмкіндіктер күтіп тұрғанына сендіре бастаймын. Ең бастысы қиындыққа мойымау, ең қиын сәттерде де алға жылжу. Өміріңіз тек көре алатын ғана емес, елестете алатын дүниелерден де тұратынын ұмытпаңыз. Нақ осы сезім сенім деп аталады. Күдік. Менің қиялым Құдайдан. Оған сенемін. Аяқ-қолсыз-ақ өмірімді көркейте алатыныма толық сенімдімін. Мүмкін емес дегенге сенбеңіз. Бәрі мүмкін. Арманыңызға жету үшін қолыңыздан келгеннің бәрін істесеңіз, еңбегіңіз еш кетпейтініне сенімді болыңыз. Кейде сеніміміз еңбегіміз жемісін бергенге дейін-ақ шындыққа айналып жатады. Бұған 2009 жылы Колумбияға барғанда көзім жетті. 10 күн ішінде 10 қалада кездесу өткізуім керек еді. Уақыт тығыз, ал жол тым ұзақ болған соң, ұйымдастырушылар үлгеру үшін шағын бір ұшақты арнайы дайындап қойған. 8 адам едік, оның екеуі ұшқыш, екеуінің де есімі Мигель. Екеуі де ағылшынша мүлде түсінбейді. Бірде ұшып бара жатқан кезімізде борт компьютерінің ағылшын тілінде сақтан дегенін естідік. Компьютер биіктікті анықтаған кезде құлап бара жатқанымыз белгілі болды. 600 фунт, 500 фунт, 400 фунт. Компьютер ұшқыштарға белгі беріп жатты. Онша қорықпадық, бірақ салондағы атмосфера өзгеріп кетті. Көмекшімнен компьютерлерді бірінші Мигельден екінші Мигель жаққа ауыстыруға болмас па екен деп сұрадым. Көмекшім, ұшқыштар құлап бара жатқанымызды білмейді дейсің бе деп сұрады. Не айтарымды білмедім, мойындамауға тырыстым. Бақытымызға орай аман-есен қондық. Кейінірек аудармашылардың бірі ұшқыштарға компьютердің ескерткені жайлы айтқанда олар күліп жіберді. Компьютердің не екенін түсіндік, деді екінші Мигель. Бірақ қонар кезде біз ондай ескертуге назар аудармаймыз. Ұшқыштарыңызға сеніңіз, Ник. Я, мойындаймын, дәл сол сәтте ұшқыштарға деген сенімім нық емес еді. Әншейінде Құдай мені үнемі көріп тұрады, мен үнемі Құдайдың назарындамын дегенге шексіз сенетінмін. Сенімнің Құдайдың түсіну үшін айтайын. Менің шкафымда 2 пар бәтеңке тұр. Күндердің күнінде сол бәтеңкені киіп серуенге шығатыныма шын жүректен сенемін. Бәлкім арманым орындалып та қалар, орындалмайтын да болар. Бірақ мүмкін екеніне сенемін. Егер жақын болашақты елестете алсаңыз ендеше сенуіңізге болады.
Сеніміңіз болса, арманыңызға жете аласыз. Өзіңізді ешқашан шектемеңіз. Бала кезімде депрессияға түссем де физикалық жағынан қиналған емеспін. Қол-аяғым болмаса да дәл қазіргідей қызық та бақытты өмір сүргім келетін. Ол кезде көзім көргенге ғана сенетінмін. Мүмкіндіктерімді көрмейтінмін. Өзімді шектеуге бейім едім. Мұндай шектеу әрбіріміздің бойымызда бар екен. Ешқашан баскетболдың жұлдызы бола алмайтынымды білемін, әйтсе де онда тұрған ештеңе жоқ. Есесіне адамдарды жігерлендіре аламын. Осы саланың жұлдызы бола аламын. Өзіңізді ешқашан шектемеңіз. Қолыңыздан бәрі келетіндей болыңыз. Қанша азап қайғы шегіп жүрсеңіз де өміріңіз кенеттен күрт өзгеруі әбден мүмкін. Ғажайыпқа толы мұндай өзгеріс дәл қазір болмауы мүмкін. Кейде тіпті ғажап өзгерісті елестете де алмайсыз. Бірақ сеніңіз, бәрі жақсы болады. Кейде жеңістің өзі жеңіске жетелейді. Сервинг. 2008 жылы Гавай аралдарында халықпен кездестім. Сонда әйгілі сервингші қыз Беттани Хэмилтонмен таныстым. Ол 2003 жылы жыртқыш акуланың шабуылына ұшырап сол қолынан айырылып қалғантын. Ол кезде Беттани небәрі 13 жаста еді. Бұрын серверлер арасында танымал болған. Сондай апаттан аман қалып сүйікті спортына қайта оралған кезде де Құдайға деген сенімін жоғалтпады. Ол осы оқиғадан кейін әлемге танылды. Қыздың батылдығы мен сенімі жұртты таңғалдырды. Қазір ол да мен секілді әлемді аралап жұртшылықты жігерлендіріп жүр. Жалпы Беттани алдына қойған мақсатын былай түсіндіреді. Адамдарды Құдайға сенуге шақыру және Құдайдың адамдарға әрдайым көмек беретінін жеткізу. Мен Құдайдың арқасында аман қалдым. Себебі сол күні 70%-ға жуық қан жоғалтқанмын, дейді Беттани. Екеуміздің келісуімізге дейін оның тарихын және өліммен бетпе-бет келіп аман қалғанын білмейді екенмін. Беттани ауруханаға дейін 45 минуттық жол дұға жасап барғанын айтты. Парамедик те оны жігерлендіріп, Құдай сені қолдаусыз қалдырмайды деген. Бұл өте қайғылы жағдай еді. Ауыр азаппен ауруханаға жеткенде операция бөлмелерінің ешқайсысы бос болмай шығады. Беттани көз алдында сөніп бара жатқан. Алайда аяғына операция жасау қажет болған бір пациент одан уақытша бас тартқан. Содан дәрігер Беттаниге жәрдем береді. Хирургтың кім екенін білесіз бе? Ол Беттанидің әкесі еді. Жан түршігерлік оқиға, иә? Хирург операцияға дайындалып жатқанда алдына қызын алып келген. Сол операция қыздың өмірін құтқарып қалған. Қазір Беттанидің денсаулығы жақсы, өмірге деген көзқарасы жарқын. Дәрігер күткеннен де ерте жазылды. Акула шабуылынан кейін арада 3 апта өткенде мұхит толқынының жалынына қайта жармасты. Беттанимен әңгіме-дүкен құрғанда өзін Құдайға деген сенімі жігерлендіргенін айтты. Қолынан айырылғанын да Құдайдың жоспары деп қабылдағанын жасырмады. Өзі мүсіркемей басына түскен сынақты қабылдап өмір сүруді жалғастырды. Жалғыз қолмен шыққан алғашқы сайыстың өзінде 3-ші орын иеленген соң бәйгеге әлемнің үздік серверлері қатысқаны белгілі. Беттани қолынан айырылған соң арты қайғылы жағдай деп түсінді. Себебі жеңіс тұғырына көтерілгенде оны көптеген адам көріп жігерленеді. Құдай мен арқылы адам атаулыға жақсылық сыйласа екен деп дұға жасаған едім. Дұғамды қабыл етті. Жұртшылық тарихымды естігенде насихат тыңдағандай болды. Көп адам Құдайға байланысын сезінетінін, Құдайға қатты сенген сәтте үміт оты жанып, бойына қиындықты жеңетін күш пайда болатынын айтады. Мұндайды естігенде дұға қыла бастаймын. Себебі оларға жақсылықты мен емес, Құдай жасайды ғой. Құдайдың жоспарына іліккеніме разымын, дейді Беттани. Беттанидің ғажайып рухына таңданбау мүмкін емес. Акула шабуылынан кейін спортпен қош айтысқан болса, оны былайғы жұрт есіне алмас та еді. Ол сервинг тақтайшасында тұруды қайта үйренуге мәжбүр болды, одан сескенген жоқ.
басына ауыртпалық түсті алайда жеңіс үшін қайта күресті